Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода бөдене жұмыртқасының пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған екен. Өйткені бөдененің еті де, жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 10 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бастыңыз ба? Ендеше жалғастырайық. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында 1 айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамдардың иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруы, демікпе және туберкулез, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын және асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есе сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезден құтқарады және салқын тию мен тұмауға көмектеседі. Бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есе сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жақсартатын қасиетке ие, яғни бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында кеңінен қолданылады. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Жапондардан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы екен.
Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің PhD докторанты Мұхтар Байбатчановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейінгі ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына бір ай бойына бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді. Бір айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны ыдырататынын анықтаған. Мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастайды. Ғалым, біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе жоғары екеніне көз жеткіздік, деп сенімді түрде айтып отыр. Ал мұны жапондар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасы тегін таратылып беріледі. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін, жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шикідей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатчанов ақпарат құралдарының біріне берген сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатынын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа да елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп безбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы бәрінен пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Тоқетері, бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанынша сатып алуына мүмкіндігі бар. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын.